Южный кітапхана филиалының ұжымы барлық онлайн пайдаланушыларды қарсы алады және сіздердің назарларыңызға сүйікті кітап «Өткен шақ, осы шақ, болашақ» онлайн жобасының аға буыннан кеңес келесі бейнеролигін ұсынады. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Аетова Айгүл Хасенғалиқызы. Осы Чкалова көшесіндегі Южный кітапханаға мен жиі келіп тұрам. Өзім оқимын, и бір апам да бар. Соны кейінірек сол апам туралы айтып қояйын. Қазір кішкене қысқаша қазақ әдебиеті туралы айтып қояйын. Дәстүр мен жаңашылдық, әдебиет пен өнердің даму барысында сабақтастықпен жаңғыртуды, мұрагерлікпен қайта жасауды, бұрынғы мен соңғысының байланысын білдіретін ұғым. Көрген бірнеше қаламгерлер бар. Әр жазушының өзіндік ерекшелігі, әдебиеттегі орны бар. Бұл шығарма қазақ сөз өнерінің әлемдік нұсқасына қосылған тарихты көркемдік пайымдалудың үздік үлгілерінің бірі. Партиялық идеологияның қылышынан қан тамып тұрған уақытта дүниеге келген шығарма. Трилогия қазақ хандығының құрылуынан бастап Кенесары ханның өліміне дейінгі 5 ғасырды, яғни 15-19 ғасырлар суреттеді. Тарих роман Алмас қылыш, жан талас, қаһар секілді 3 бөлімнен тұрады. Әр бөлім белгілі бір кезеңді қамтиды. Тағы да бір Ильяс Есенберлиннің кітабы, ол Алтын Орда трилогиясы. Ерекше назар аударатын кесек туындысы, тарихымыздың түн негізін әреден көрсететін елеулі шығарма. Трилогияның бірінші кітабында Алтын Орданың дағдарыс кезеңдері суреттелсе, екінші кітабында Ақ Орда, Алтын Орда төңірегіндегі оқиғалар әңгімеледі. Моңғол билеушілері қазақ руларын ұлыстарға бөлгеннен кейін Дәшті Қыпшақта қазақ елі деген жаңа ұғым қалыптасқан. Трилогияның 3-ші кітабы Алтын Орда бүлік еткен өнердегі қазақ жерінде өткен ең басты оқиғаларды баяндайды. Тоқтамыстың Алтын Орда тағына отыруы, Тоқтамыс пен Ақсақ Темір әскерлерінің айқасы, Едіген жорықтағы сияқты оқиғалар бірінен кейін бірі жалғасып отырады. Соны енді тағы да бір шығарма бар, ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы. Бұл ұлы роман эпопеясы, 19 ғасырдағы қазақ халқының өмірі, сал дәстүр мен әлеуметтік қоғамдық жағдайын терең бейнелейді. Бұл шығарма ағартушы ақын Абай Құнанбаевтың өмірі мен қызметіне арналған қазақ әдебиеті мен мәдениетінің ең үздік туындыларының бірі болып саналады. Роман эпопеясы қазақ халқының өмірінің энциклопедиясы деп атауға болады. Себебі ол сол дәуірдің барлық аспектілерін қамтиды. Осымен қатар бұл кітапханадан мен 87 жастағы Абишева Айчан Рамазан қызына осы кітаптарды аламын. Айчан апай ол көп оқиды. Тәжірибе мен даналықты жинақтап, бай өмір сүрді. Көп кітап оқығаны бұл, мен ойлаймын, Айчан апайдың балалары мен немерелері үшін жақсы үлгі. Айчан апай өмір туралы, кеңестік кезеңдегі қиын, сонымен бірге қуанышты өмірді бастап өткерген адамдар туралы кітаптарды жақсы көреді. Ол кісі қазақ тілінде де, орыс тілінде де кітаптарды оқиды. Бірнеше кітап туралы маған да қысқаша айтып қойған. Соның арасында Әкім Таразидің Тас жарған романы. Көрнекі жазушы Әкім Таразидің Тас жарған романында қоғам мен адам арасындағы қарым-қатынас,
Занама шындығы боямасыз көрініс тапқан. Кейіпкерлерінің болмыс бітімі, жан дүниесі, мақсат мұраты үлкен тартыстар үстінде жан жақты ашылып, көркем тілмен шынайы бейнеледі. Сол келесі кітап Сәбит Мұқановтың «Мөлдір махаббат» романы. Бұл қазақ мәдениетінің, әдебиетінің классигі Сәбит Мұқанов кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезінде Бүркіт пен Бәтес есімді екі жастың арасында бұржарған кіршіксіз сезімді бейнеледі. Екі жастың арасындағы махаббат оқиғасы, өз махаббатын қорғау жолындағы кедергілер оқырмандары бірлеп қызықтырып, баурап алады. Сосын тағы да бір кітап Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романы. Бұны меніңше өзім ойлаймын, бұл көшпенділер Есенберлиннің, сосын Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» кітаптары қазақ тілінде де көп оқылады, орыс тілінде де көп оқылады. Өйткені мен апайға кітаптарды әкелгенде өзі сұрап берген осы кітапты мен апарып, соны ол бір кісі айтқан, бірнеше рет осы кітапты оқыдым, тағы да бір рет оқитын сондай не қызығым бар деп. Енді осы «Ботагөз» романы қазақ еңбекшілерінің бостандық теңдік жолындағы күресін көрсетуге арналды. Роман адамдар арасындағы қарым-қатынастарды, қызықты сюжет, шиеленіскен тартысқа құра отырып, халықтың жуан ортасынан шыққан жаңа адамдарды, Амантай, Асқар секілді қазақ революционерлерін, олардың өсу жолдарын, орыс революционерлермен байланыс, олардың басшылық қамқорлығын шындық бейнеде суреттеп, сан алуан оқиғаны заңды түрде өрістетіп, дәлелді шешуін таба білді. И тағы да бір кітап, ол Жұмекен Нәжімеденовтың «Даңқ пен дақпырт» романы. Бұл романның бас кейіпкерінің тағдыры арқылы жазушы өз дәуіріне тән өзекті мәселелерді қамтыған. Шығармада бір-біріне характерлік тұрғыдан қарама-қайшы кейіпкерлер образы жан-жақты сипатталады. Осы енді осындай кітаптарды апам оқыды, арасында мен де бірнеше кітапты оқыдым. Енді айтатыным, енді осы кітапханаға тек қана көп оқырмандар келіп тұрса жақсы болатын еді. Осындай Айтжан апам сияқты оқырмандар болып тұрсын. Өйткені қазіргі заманда үлкендер оқыса, жастар оларға қарап өздері де оқып тырысады.